Қонаевта мемлекеттік тіл саясаты озық тәжірибелер мен инновациялар атты республикалық семинар басталды. Оған ғылым және жоғары білім, мәдениет және ақпарат министрлігі мен халықаралық қазақ тілі қоғамдық бірлестігінің өкілдері қатысып жатыр. Сондай-ақ Алматы, Астана, Шымкент қалаларының тілдерді дамыту саласына жауапты басқарма қызметкерлері мен тіл жанашырлары да келді. Жиында қандай мәселелер көтеріледі? Оны аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып береді. Алматы облысында тіл оқытуды цифрландыру бойынша бірнеше жоба жүзеге асып жатыр. Солардың бірі тілді заманауи әдістер арқылы оқыту мен ономастика саласын жүйелеу үшін тіл Алатау платформасы іске қосылды. Ұзақ мерзімге арналған бағдарламаға экспедициялық бағыттар енгізілген. Тағы бір тың идея чемпион мультфильмі. Алматы облысы әкімдігінің тілдер дамыту басқармасының бастамасымен алғаш рет Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровке арналған чемпион атты мультфильмнің түсірілуі. Қазіргі таңда бұл жоба басталды. Негізгі сюжеті, жалпы құрылымы анықталып отыр. Аталған бағыттағы жұмыстар барлық басқармалардан, негізінен әкімдіктерде қызығушылық танып отыр, өзінің жалғасын табады деген сенімдеміз. Бұл туынды балаларға арналған қазақ тілдегі контенттің үлесін арттыруға мүмкіндік береді. Семинар барысында сала мамандары тың идеяларын ортаға салып, өзара тәжірибе алмасты. Мақсат Алматы облысында тілге қатысты жүзеге асқан жобаларды өзге өңірлерге де тарату. Бүгінгі шарада республикамыздың тіл комитетінің басшылығы, сонымен қатар осы еліміздегі бүкіл қалалар, облыстардың тілге басшылық ететін басшылар бас қосып отыр. Басты мақсаты Алматы облысы тілдерді дамыту мәселесі саясаты жөніндегі тәжірибесін үйреніп, тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырып отырған іс-шара. Жиында қазақ тілінің дамуына зор үлесіп жүрген жандар марапатталды. Семинар 2 күнге жалғасады. Шара аясында тағы бірнеше маңызды жобаның тұсауы кесіледі. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Аят Дүйсенбаев, Қонаев, 24 KZ.